Ескертіп қояйық, бүкіл мәдениет саласына бөлінген ақшаны Баян жеп жатыр деген сөз. Министрлікте подружкада Баян Есентаева Айлагөзованың парақшасына кіріп қарасаң, именно сол министрліктегі мәдениет саласындағы әйел оның подруг құрбысы. Значит, Меруерт Түсіпбаева өте дұрыс айтып тұр деген сөз. Біз білмейміз мәдениет саласын. Екіншіден, 100 машина алып беріп, халықты өйтіп алдамаңдар. Макси чаймен ешкім ондай ақша таппайды. Значит, сол показухасында сендер. Соны көрсетіп қойып, просто сол Макси чайдан тапқандай болып ақшаны, бүкіл бөлген ақшалар тонаватсыздар үкіметтен. Сондықтан Тоқаев бастаған жаңа үкімет мына кісілерді құрықтау керексіздер. Баяннан бастап тексеру жүргізу керек. Динара Сәтжан, Баян Айлагөзова бастаған мәдениет соның құрбысын бәрін тексеріңіздер, есі сіздерге шынымен жаңа үкімет болсаңыз. Шындықпен алысып жатыр ғой міне. Сол кісілер тексеру керек. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Ол Меруерт Түсіпбаева босқа айтып жүрген жоқ. Айтпақшы ескертіп қояйын, жаңа үкімет маған еш нәрсе жасай алмайсыз. Біріншіден Аллах, екіншіден халық, үшіншіден ата-бабалар мені қолдап тұр. Лучше менің әрбір сөзіме халықтың атынан деген сөз, халықтың атынан айтып тұрмын. Баян бастаған адамдарды тексеруіміз керек. Мәдениет саласында былық өте көп. Сол былықты жоймаса, ертең президентіміз Тоқаевтың шырайы шықпайды. Бүкіл халық оның істеп жатқан еңбегін көрмейді жаңа үкіметтің. Міне осы былықтарды біз дұрыстауымыз керек. Бұрыннан қалған адамдар керек емес, Назарбаевтың жұмыс істеген айды ғой бәрі. Мен әдейі бүгін соларға тіл тигізіп салып қойдым. Менімен соттасып көрсін. Маған соттасып, сол кезде халық менің артына қалай шұбыратынын көрсетейін. Бүкіл Қазақстан төңкеріп тастайтын халық ереді соңынан. Сондықтан маған керек емес лишний разговор, орысша айтқанда Баянның тілімен. Баян Шаянды тексеріңіздер. Срочно, КМБшниктер. Баян Айлагөзованың Динара Сәтжандарың деген осы экранды бермей тарқылдап жүргендері сол қазынаның ақшасы ғой. Ешқандай күйна түсіріп, күйносын сатып, ешкім байымайды ондай. Екі күннің бір неше түрлі қымбат сыйлық не, заводтары бар ма, екеуінің фабрикасы. Макси чаймен кімді алдайсың? Баян Айлагөзова ма? Макси чайды ешкім бір ішпейді ғой, тек мыңнан бір адам ішпесе оны. Өтірік соқпанды шай, соның бәрі сол қазана түскен ақшаны тек толап, тек сол өтірік Макси чайдан қатты көріп отқандай. Бәрі де өтірік, үкіметтен бәленбай бюджеттен ақшаны алып аласыздар, министрлікте мәдениетте отырған подружкасы соның. Бәріңіз сау сиырдың боғы емессіңдер. Меруерт Түсіпбаева оның негізі шындықты айтып тұр ғой, көрді ме бұл жерде. Келіп оны бәрін жан-жақтан шындық біздің Қазақстанда қазір сөйлейді. Ескертіп қояйын. Әрбір шындыққа президенттің құлағына жетсе көмектеседі. Сондықтан азаматшылар Қазақстанның ат салысып шындықтың бетін ашу. Әрбір әншілердің өзі жауап берсін байлықтарына. Бірақ та мен білем ғой, Ерке Есмахандар деген кредит не ғой, ондай бай емес олар. Баян деген шылқып жүр ғой, Динара Сәтжан екеуі. Олардың бәрі сол қазынадан түскен ақша. Керек емес, итке керек емес жобаларымен, елді бұзар жобаларымен үкіметтен бәленбай ақшаны қазынадан сыпырып алады. Мысалы, олардың жобасы кімге керек? Өткенде жасаған әрбір қыз-сыны деп қояды, өзінің қыз бұты жоқ, инабаттылығы жоқ, имандылығы жоқ. Баян Есентаеваның қыздарға берген бағдарламаға кімге керек? Тұрсынбектің әйелін қасына алып алыпты, бүкіл айырысқан, бүкіл семьяны, жанұяны бұзып жатқан сол Баян отқа май құйып. Болмаса сол мөлдір ақыл айтатын адам тапқан екен, сол Баян мен Динара Сәтжанның қасында жүр ғой. Соның өнегесі болмаса мөлдір деген өте тәрбиелі қыз ғой. Анасы қайтыс болған жетім қызбын деп жылайды ғой. Тәрбиелі ақылды бізден неге сұрамайсыз? Сықитып береді. Қайдағы жоқ жүйріктерге еріп алып жүрсін қарашы. Кешегі Перизат Қайрат деген ұры қызымыз ұсталды ғой, шүкір. Оның шешесінің бірақ жазығы жоқ. Мен өзім айтарым, ол қандай сыйлыққа аналар лайықты. Ол кісінің жазасын олай істеу дұрыс емес. Ол қызы жауап берсін заң алдында. Ол кісі ондай жұмыс істеген жоқ қой. Ол қызының берген сыйлығын алды. Адвокаттар неге дұрыс қорғай алмайсыңдар адамды? Сауаттарың жетпей ме? Мен адвокат болсам шыбейін алып жіберермін сол жерде. Шешесінің ол жерде қатысы жоқ деп ойлаймын. Ана ғой сыйлыққа берді. Бірінші, екінші, ширек жалаған түрмеге кетті. Айран ішкен қайда? Айран ішкен қасында суретке түсіпсіңдер ғой. Солардың бәрін тексеру керек. Ол жалғыз өзі жеген жоқ қана. Неге сендер сотты олай жылы жауап қоясыңдар, бір адамға итере салып? Қазақстанның сот сонда әділ ме не? Тоқаев бастаған жаңа үкімет қолға алайық осы мәселені. Бұл дұрыс емес. Осыған жол берген ананың бәрі жемқорлардың ісі. Бұл қыз да сауып сиырдың жапасы емес. Бірақ мен айтарым осы. Қайрат
жаңа перизаттың соты кеше бітті ғой. Анам Каспий банктың басшылары енді қайырымдылыққа берген ақша неге кейін қарай қайталасыздар сіздер? Ана Құлсарының халқы ғой, ақшалардың жартысы 130 адам жылап отыр. Кредит алуға тура келген үйлерін акимат мойындамай отыр дейді. Кеше сотқа жіберген, бір-біріне сілтеп отыр дейді. Сот айтады дейді, әкімдердің алдына жатып алыңдар дейді. Құлсарының халқына. Әкім айтады дейді, соттың шешімі солай дейді. Міне бір-біріне сілтеп отыр. Тоқаев бастаған жаңа үкімет мына Құлсарының жағдайын шешіңдер. Енді мына жек қойған қыздың соты бітті ғой. Енді неге сендер берген ақшаларды қайтып алу керексіңдер? Мына Каспий банк 500 миллион ба, миллиард ба ақша бөліп деді, қайда? 5 миллиард ба? Қайда сол ақшаларың? Енді сол ақшамен ана көмектесіңдер, суға кеткенге жиналған ақша ғой бұл деген. Қызықсыңдар сендер, тек бәріңіз біздің Қазақстанда вообще қалай өмір сүруге болады сонда? Ең болмаса халыққа жағдай, төтенше жағдай болғанда көмектессе, бұл уақытта итақты беріп жатқандарың шамалы ғой. Суға кеткенде, үйіміз өртенгенде көмектеспесең, бұл үкімет. Құрметті қазақ елі, қайырлы күн, баршаңызға қайырлы таң болсын. Бір сұрақ, мына жаңа үкімет енді біраз кісіні түрмеге тоқытып, жақсы еңбек жасап жатсыздар ғой. Сіздерге бір сұрақ. Барлық шабақтарды ұстап түрмеге толтырдыңыз. Енді акуланы ұстау қай кезде? Қай кезде? Сол сұрақ қойғымыз келіп тұрған себебі, мына Болат Назарбаевтың тұқымы, кәдімгі бұрынғы президент Назарбаевтың тұқымын қай кезде біз жауапқа тартамыз? Олардың қандай еңбегі бар? Олардың немересі, балаларының Дубайда, тағы да басқа шетелде қайраңдап жүруі, олар ол ақшаны еңбек етіп тапқан жоқ қой. Олардың әкелері оларға Қазақстанды гүлдендіріп тапқан жоқ қой. Неге біз соған жол беруіміз керек? Сұрақ сіздерге. Қай уақытта Назарбаев бұрынғы президентіміздің елді тонап, халықтың рұқсатынсыз көптеген мысалы инвесторларға 2030-ға дейін мысалы қол болып тастаған. Бәрін елді сатып жіберіп, бұл кісі тек орын босата қойған ғой. Міне осыны енді мына жаңа үкіметтің не үшін тізіп атпай тұр? Неге сендер соны жауапқа тарта алмайсыздар? Мына халық болып біз үстінен арыз түсірейік бәлде. Халық болып біз көшеге шығайық, сосын Назарбаев тұқымының үстінен арыз түсіріп, бүкіл байлық еңбексіз тапқан ұрлық ретінде бұл кісі сотқа беруіміз керек қой. Уақыт өтіп жатыр ғой. Бұл кісі сонда қай уақытта жауап береді? Өліп қаласың жауап бере ма? Өлгенде ол қалай жауап береді? Тірі отыр ғой бұл кісі. Неге бұл кісі үйде отыру керек? Бұл кісі бізде уже сотта ісі жүріп жату керек. Түрмеге тоқтуымыз керек. Ана бүкіл дүниені алуымыз керек қой бала шағасынан. Қай уақытта аламыз біз? Масқара ғымдау деген. Халықтың біздің Қазақстандағы қазіргі еңбекпен жүрген байлар, ол еңбекпен тауып атқан өзінің несібесі мүмкін. Мына Назарбаевтың қазір дүние жүзі бойынша 8-ші орынға шықты байлығы. Ол байлық тұқымы дұрыс, сіздер айтыңыздар, мойындасын да доказать етсін. Оның әкесі Әбіш ешқандай бай болған жоқ қой. Қойшы болды ғой. Ол қойшының баласы. Онда ол ақша қайда келді ғой? Міне 30 жылда ол біздің Қазақстанда бір завод салса екен, бір Қазақстанда үлкен компаниясы болса екен. Қайда ол қойшының жаман баласы президенттің айлығымен сондай байлыққа жетеді деп ойлайсыздар ма? Ондай ұрлыққа біз неге жол беруіміз керек? Тоқаев бастаған үкімет сұрақ сіздерге. Болмаса бүкіл түрмедегі адам босату керек сізде. Егер заңдардың дұрыс емес болса, заңға тартамыз Назарбаевты. Біз Қазақстан халқы болып, мына жаңа үкіметке Тоқаев президентімізге үндеу жариялаймыз. Билікте отырсыз, президент, сізге өтініш. Біз халық болып, бұрынғы президентті жауапқа тартпайтын болсаңыз, онда біз сізді орныңыздан кетуді талап етеміз. Өйткені ол нәрсе қана президенттің қолдан келеді. Сіз қаншама қазақты түрмеге тықтыңыз. Қазақ болсын, орыс болсын, жемқорлық деп. Неге сіздің заңыңыз Назарбаев сияқты тағы да біздің Қазақстанның заңсыз ұрлық жасап байыған адамдарына тісіп атпай отыр. Осы сұраққа жауап беріңіз. Бере алмасаңыз, бүкіл Қазақстан халқын осы сұраққа жауап беруге шығып талап қоюға шақырамыз. Түсінікті ма сізге?
халықтың арасында арыз сүру керек сауатты түрде. Мысалы мен Болат Назарбаевтың өлгеніне күмәнім бар. Оның көрін қазу керек. Оның көрін қазып тексеруіміз керек. Олар өтірік өлуден тайынбайды ғой. Кеше ана Сара 60 кісі өле жүр ғой. Қайда өлді не? Өлмей қалады. Бұларды әлі тексеруіміз керек. Бұлар өлмейді. Мынандай ақшасымен бұлар өлмейді. Бәрі өтірік оларды. Қазу керек ана көрілер. Қазақты тонаған ұры, әбіштің балалары. Тұқымымен құрту керек бұларды. Дұздай. Заң алдында жауап берсін. Біздің заң сондай әлсіз ба не? Қайда заң? Түрмедегі бүкіл адамды тоқтатын заң қайда? Жұмыс жасасын сол заң. Мына біздің Қазақстандағы фонограмма мен өлең айтып байып жүрген әнші сымақтар. Ескерту сіздерге. Тағы да басқа байлар, құлақтарыңызға алтын сырға, сіздер Қазақстанның құрметті азаматы, тағы да басқа президенттің қолынан мақтау қағаздары мен медал алудан жалықпайсыздар ма? Қай беттеріңізбен албасыздар? Біздің еліміз Аллаға шүкір бейбітшілік заман, соғыс жоқ. Қай ерлікпен алдыңыздар? Сұрақ. Онда былай істейсіздер. Құдай қаласа 1 қыркүйек күні ешқандай ақша жинаудың қажеті жоқ. Әрбір бай, менен бастаған көпбалалы аналардың балаларын мектепке дайындаймыз. Салыңыз Инстаграмға бүкіл блогерлер ішкен жегеніңді, әнші сымақтар, күнде тамаққа тойғандарыңды көрсетесің. Салыңдар, көрейік.